Егер де сендер қуанғыларың келсе жердің бетінде, мынандай бір қуанышпен, мен сол қуаныштарыңа қатысатын дейді Алла Тағала. Яғни біз өмірде қаншалаған қуаныштарымыз бар, алайда оның бәріне Алла Тағала қатыспайды. Ол пендешілік, дүнияви, әртүрлі бір қуаныштар. Алайда бір қуаныш бар екен. Алла Тағала сол қуанышыңызға қатысады. Және разы сізден. Ол қандай дегенде, фәбизалика фәлияфраху. Осы Құранның түсірілгені үшін қуаныңдар. Міне нағыз қуанатын нәрселерің сендердің. Еш нәрсеге бұлай өміріңде қуанба, қасиетті Құранды ұстаған кезіңдегі сәтіңе қуанғандай. Соны оқи алатын халің бар болғанда, соны ұғына алып, көзіңе жас келіп, осындай Құранға өзіңді басқарта алуың, міне бұған жететін қуаныш жоқ жердің бетінде. Сосын тағы да оның қадірін білдіріп, аяттың соңында айтады: «Хуа хойрум мимма яжмаун». Ей адамзат, мына дүниеде сендер не жиған болсаңдар да, сол жиған күллі нәрселеріңнен Құраным хайырлы дейді. Өйткені Құран сенің көзіңді ашқанда еш нәрсе аса алмайды. Ешбір ғалымның кітабы, батыста, шығыста жазылып жатқан, сіз оны қанша өзіңіздің кітапханаңызды толтырсаңыз